Елімізде 2023 жылы осырықтың кесірінен 5000-ға жуық ерлі зайыптылар ажырасып кеткен. Мамандардың айтуынша аталған статистика жылдан жылға өсіп келеді. Тілшіміз сот алдынан. Невозможно болып кетті уже ше. Ұйқыдан тұрғанда көзім удай ашып оянам ғой. Иіс кетсем, шырпы жағайын үй ішімізбен қоса атылып кетеміз ба деп ол қорқам. Коронавирустың кезінде рахаттанып қалып едік шамалы, демалып мұрнымызбен. Ана вакцинаны бекер алдым. Невозможно уже, ажырасам мен болмайды, денсаулық керек маған. Бүйтеді да, саусағым тартшы дейді да, сол саусағын тартып атқанын білем, әрі қарай есімде қалмайды ғой. Бұрын мен әдейі негізі тұмау жұқтыратынмын, мұрным бітелсін деп. Ол бірақ түнге жетеді, мұрным ашылып кетеді, одан кейін иіс сезіп кетем. Қазір әйтеуір жақсы болды, Adoc Vent Group деген шешімін тауып берді ғой. Қазір шүкір, бақыттымын, шүкір. Біздің компания негізі кафе, ресторандарға вытяжка қоюмен айналысады. Үлкен тәжірибеміз бар, жұмыстарымызға жылдап гарантия береміз. Мына еліміздің келіншектеріне болып жатқан проблеманы директорымыз Әділжан Сыдықов ескеріп, көмектесуді бұйырды. Енді Adoc Vent Group компаниясы вытяжканы кухняға ғана емес, спальняларға да қоятын болды. Газгүл Көмірқышқылова, Осырбек Итөлгенұлы, ПТК арнасы.